Сәлеметсіздер құрметті тіл білімі YouTube арнасының көрермендері. Бүгін біз 8-ші сыныпқа арналған қазақ тілі пәнінен ережелерді қарастыратын боламыз. Бүгінгі ереженің тақырыбы интонация туралы. Жалпы интонацияның келесі бір компоненті ол сөйлеу қарқыны. Енді қарқын дегенге тоқталатын болсақ, ол сөйлеу кезіндегі айтар ойдың маңызды және маңызсыз тұстарын ажыратуға септігін тигізеді. Ұзақтылық, уақыттық өлшем, оны барлығымыз интонация сөйлеу жылдамдығы дейді. Бұл арадағы қарқын көбінесе әуенмен, дауыс диапазонымен бірлесіп қызмет етеді. Жалпы сөйлеудің өз деңгейінде өтуіне септігін тигізеді. Пауза немесе кідіріс дейміз. Кідіріс интонацияның маңызды бөлігі. Сөйлеуде болатын үзікті кідіріс, жазуда кідіріс орнын тыныс белгілері ажыратып тұрады. Мысалы, нүкте, сұрақ белгісі, леп белгісі, көп нүкте. Және үтір, нүктелі үтір, қос нүкте, көп нүкте, сызықша деген сияқты. Қадірменді тіл білімі YouTube арнасының көрермендері, біздің келесі сабақтарды жіберіп алмау үшін арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше.